қоғамымызда қап-қара киініп, тұмшаланып тек қана көзін ашып жүретін, ниқаб киіп жүретін азаматшаларымызға көзқарасыңыз қалай? Өте жағдайсыз, қиын. Әркім өзі біледі, өзінің өмірі деп ойлаймын. Мен ойлаймын, ол дұрыс емес нәрсе. Қап-қара киініп, тұмшаланып, бетін көрсетпей, қап-қара киіну деген қазақтың әйел адамдары қап-қара киінбеген. Әр адам өзі біледі ғой. Сіздің ойыңызша? Мен де қарсы ғой. Біздің қазақта ондай салт дәстүр болған жоқ, бет аузын жауып жүру деген. Сондықтан мен қолдамаймын. Өте нашар ол кісілер көзқарасы негізі. Ондайды мен вообще білмеймін, ол біздің қазақтың салт емес сияқты маған деген. Ну, это, в принципе, дело каждого, мне кажется. У нас свободная страна. Ну, в целом, я как мама бы отрицательно отнеслась бы, если бы мой ребенок покрылся полностью и только глаза открыл бы. Азаматшалар ойлану керек, оны неге жасап жатырмын. Біздің мәдениетімізге сәйкес келе ме? Өйткені қазақтың өзінің мәдениеті, өзінің киім үлгісі, дінге деген ерекше құрметі бар. Сондықтан үлкен кісілерден, көпті көрген ағаларымыз, апаларымыздан тәлім тәрбие алып, солардан кеңес алып, содан кейін бар ондай шешім қабылдау қажет деп есептеймін.